Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балаларда ішек құрт ауруы. Ішек құрт ауруы паразиттерлік аурудың жатады. Ең көп таралған домалақ құрттар, олардың ішінде көбінесе аскаридалар. Бір қарағанда ұсақ паразиттер қауіпсіз көрінгенімен, ағзаны улайтын есте болсын. Әсіресе олар сәби ағзасына тез еніп, өз туған мекенінде орналасып алады. Бұл адам денсаулығына, әсіресе бала ағзасына кері әсерін тигізеді. Алайда олардан тез арада құтылу амалдарын жасауға болады. Назарларыңызға балалардың ішек құрт ауруының белгілері, емдеу жолдарын жөнінде ақпарат ұсынамыз. Ішек құрттың жұқтыруы өте оңай. Олардың жұмыртқасын барлық жерде болады. Тіпті таза үй ішінде, өзінде кез келген заттың беткі бөлігінде бала үшін қауіпті. Алайда паразиттерді үй ішінде көрі серуенде жүргенде, дүкенге барғанда, балабақшада жиі жұқтырады. Көбінесе балаларды тексеру барысында жылан құрт немесе ішкі құрт түрі анықталады. Ішек құрт ауруының басты белгілері: баланың асқа тәбеті болмайды, алайда бала тәттіні құмар болады. Таңертең ауыз қуысы жағымсыз иіс шығады және жүрегі айниды. Бала үнемі құйрықтан төмен тартып ауыратынын, қышитынын, мазасызданады. Ондай келеңсіздіктер өзі пайда болады. Бірден өзі басталады. Көзінің асты қарайып, әлсіздік пайда болады. Ішек құрттар баланың орталық жүйке жүйесіне кері әсер тигізетіндіктен үнемі мазасызданып, түнгі ұйқысы тынышсызданады. Бала суық тимесе де түнмен жөтеліп шығады. Аурудың анықтау және емдеу: ішек құрттардың көзбен көру мүмкін емес. Оның тек анализ тапсырып қана анықтауға болады. Себебі оларды ағзаны тазарту үшін қандай түрімен күресу керегін білу қажет. Капрограмма: бұл тәсіл қалыпты, алайда тиімсіз. Тек нәтижесі анық болу үшін зәр, нәжіс, қан тапсырып, анализдерін анықтап дұрыс. Мұндай анализдерді педиатр дәрігерлер 3 рет жасайды. Қан анализі: жалпы анализге қан талдауы аш қарынға тапсырылады. Ішек құрттардың іште бар екенін көрсетеді. Ең бірінші орында эозинофилдер соңына қарайды. Егер де осы көрсеткіш дұрыс шықпай, гемоглобині түсіп кетуі болса, онда тез арада ем қабылдау керек. Негізгі ішек құртына арналған ем тек қана дәрі-дәрмекпен жүргізіледі. Ал балалар үшін мұндай дәрілер суспензия түрінде шығарылады. Кейде дәрігерлер ішек құртқа қарсы дәрілерден қоса сурбенттерді жазады. Бұл құрамында улы токсиндері бар азықтардан ағзаны қорғап, ішек құрттардан тазарады. Дәрі қабылдағаннан кейін міндетті түрде үй ішінде таза ұстау, зарарсыздандырып және күн сайын шомылып, бала ойнатқан жерлерді, ойыншықтарды тазалап жуу керек. Ауру неден пайда болады? Ішек құрттары көп жағдайда ет пен балықтарды жасалған тағамдардан түседі. Ал мұндай жолмен түскен құрттар ағзаға өте қауіпті. Сол себепті оларды дайындағанда
сақтық шараларын ұстанып, алдын ала ағзаны жағдайын жасаған жөн. Мысалы, балықты суды қайнатып, сосын балық салыңыз. Содан кейін кемінде 10-20 минут, 15 минут қайнату керек. Балықты қуырғанда жұқа етіп, турап, кем дегенде 15-20 минут табанның қақпағын жауып қуырады. Балықты жасалған пісірілмелер 1 сағат пісірілу керек. Тұздалған балық дайындау үшін шамамен 10 кг балыққа 2 кг ас тұзын салып тұздайды. Содан соң 2 аптадан кейін жайып кептіреді. Еттен жасалған тағам дайындау үшін етті салып, бір қайнатылған суды төгіп тастап, сосын қайта су құйып, кемінде 1 сағат қайнатады. Сонда ғана ағзаға түрлі паразиттер түсуі аз болады. Аурудың алдын алу. Ішек құрттар пайда болмау үшін сақтану профилактикасы қажет. Ол үшін тамақтардан алдында қолды міндетті түрде жуып, тамақты таза пісіріліп, көкөністер мен жеміс-жидектерді тазалап жуып қажет. Сонымен қатар бала сарымсақ, қаражидек, сәбіз шырынын немесе одан жасалған салаттарды салатқа өсімдік майын араластыру керек. Көп тұтынған жөн. Паразиттерден сақтанудың ең тиімді тәсілі асқабақтың шикі дәні. Ішек құрттардан сақтану үшін емдік шөптерді жасалған шайларды да пайдалануға болады. Сарымсақ пен сүт. 200 мл сүтке 1 бас сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Ал балаларға жасар болсаңыз 70 мл жеткілікті. Асқабақ дәнегі. 500 грамм асқабақ дәнегін тазалап, үккіштен өткізіңіз, ұнтақтаңыз. 50 мл қайнаған су қосып араластырыңыз. Дәм кіруі үшін бал немесе тосап қосыңызға болады. Жаңа дайындалған дәріні аш қарынға қолданыңыз. 3 сағаттан соң сумен араластырылған магнезия 10-30 грамм препаратты жарты стақан сумен араластырыңыз, ішіңіз. Жарты сағаттан соң ағзаны тазартатын клизма жасау керек. 2 жасқа дейінгі балаларға 50 грамм, ал 3-4 жасқа 80 грамм, 5-7 жастағыларға 100 грамм, 10-12 жастағы балаларға 150 грамм асқабақ дәнегін қабылдаңыз. Сондай-ақ кептірілген асқабақ дәнегін күнде ары-бері жүргенде жеу пайдалы болады. Пияз. Ыдыстың бел ортасынан дейін ұсақталған туралған пиязды қалған жартысын арақ не спиртпен толтырыңыз. 10 күнге қақпағын жауып қойып қойыңыз. Ересектер күніне 1-2 ас қасықтан 2 рет ішу керек. Ал балаларға мұндай тұнба дайындау үшін арақ пен спирттің орнына қайнаған су қосыңыз. 12 сағаттан кейін балаға беруге болады. 3-4 күн қатарынан күнделікті 1 рет 70-100 мл-ден 1 жолда ішкен жөн. Сіздермен болған мен Ася. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.